Мен бүгін 100 күн бойы бір аралда өмір сүрдім. Мен бүгін бұл видеоны аралдан кетпей, аралды дамытып үлкейтуім керек. Мен осы 100 күнде драконды өлтіріп Майнкрафтты ұтуым керек. Және де бүгінгі видео өте қызықты болмақ. Видеоны жібере алмаңыздар, ендеше видеоға кеттік. Ал достар, мен аралдан пайда болдым, және де мен аралдан ең бірінші көретін только бір ағаш. Ол бір ағашта дейтін араның үйі бар. Содан кейін басқа ештеңе жоқ. Міне басқа ештеңе жоқ. Біз пусто аралдамыз. Только бір ағаш, содан кейін тростниктер бар, жануарлар бар. Осы бар затпен біз достар бүгін выживать ететін боламыз бір аралда. Және аралдан кетпейміз. Не бар, мен сол бар затпен ғана өзіміз выживать ететін боламыз. Осы қиын болады енді олай жасау, бірақ сол үшін лайк басып тіркеліп кетіңіздер, ендеше біз сала береміз. Мен достар жерге қазып уже тастар аламын ба деп шештім. Қазір енді бірінші бастауымыз тас алып бастау керекпіз ғой. Қазір тас алып өзіме кирка алымыз жасап, жайлап аралымды дамыта беремін. Вот достар, қайттан егіп қойған ағаштарым өсіп кетті уже. Да, железаларым да дайын болып қалды уже. Тағы бір нәрсе өзіме жасап аламын деп тұрмын. Бір броня ма, бір броня салайын ба, бір жасамаған, да, броня салайын. Вот достар, мына жерде нормальный жер көріп тұрмын. Осы жерге тегіс жер екен, осы жерге мен үй саламын деп шешіп тұрмын. Короче, бастап уже салып бастай берейін. Шеттерін ана ағаш шелдерін қойып бастап, әдемілетіп бастап, фундаментін құрып деген сияқты үйдің қалай кейпі қалай болады, қандай болады деген сияқты жасап бастай берейік. Жайлап өйстіп бастасақ уже жайлап жасап, короче, үй жасаймын, короче, түсініңіздер ғой, короче. Бірақ әлі ағаш маған аз жетпейтін сияқты көп жасауға. Ағаш әлі көп өсіру керек, көп ағаш өсіру керек. Үлкен орман қылып тастау керек. Короче, мына бір аралда орман жоқ, аралда орманы бар қылып тастау керек қой. Болады, біз көп ағаш алу керек. Әлі ағаш бізде көп, аз әлі өсіретін. Бірақ жайлап көбейіп келе жатыр.
Ема достар, қараңыздар, мен бар ғой бір жерде біршама күн өтті, мен уже біршама сатын қарап тұрғандарыңыздай, көріп тұрғандарыңыздай, мына жер орман ғой, орман, ағаштар толып жатыр. Қараңыз, мына жерде араның үйіне жерде екеуі бар ғой. Қараңыз, мына жерде тағы да біршама өсіп кетті. Қара, мына жерде екеуі үшінші болады, төртіншісі болады, төртіншісі болады, бесіншісі болады, алтыншысы болады. Алты, еще тағы біреулер бар. 7-8-ге шейін барады тіпті. Біршама араның үйі бар достар, және де ойбай, енді су өтіп кеттім айтпақшы. Мен де қараңыздар, мындай қайық қырсайтын не жасадым, короче көп нәрсе жасадым, көріп тұрғандарыңыздай достар. Вот үйім үшін көрсетіп жіберейін айтпақшы, тоқта. Вот үйім үшін ондай қатты күшті емес, просто өтірік қоя салғам, мына төсекте өтірік қоя салдым. Так, вот достар, жасаған затым осы. Мына жерде мына шахтаға ондайға көп неше қаздым, енді ондайға көп емес. Так, аралардың қазір мен аралардың фирмасын сайынып тұрмын, арнайы тростниктер өсіп кетті. Мына жерге бір су құйып, арасын тростникмен толтырама деп тұрдым. Бірақ бола ма ондай? Или басқа бір нәрсе дейін бе? Короче достар, әлі пландар өте көп, әлі істейтін заттар көп. Сіздер лайкпен, подпискамен рахмет етіп кетіңіздер, енші мен сала беремін. Все достар, қараңыздар, мен уже 10 обсидан жинап алдым, және де өзім зажигалка жасап алдым. Қазір уже біз порталға баруға дайынмын. Вот порталға барамын қазір, уже эндерменді өлтіреміз, содан кейін эфритті өлтіреміз деген сияқты заттар жинаймыз. Өтірендердің заттарын жинаймыз да. Желіп эндер драконның несіне барамыз, крепсіне, крепс па сондай несіне. Соған барамыз, содан кейін эндер драконды өлтіреміз де. Бұл видеоны аяқтаймыз. Все кішкентай қалды. Все дайын. Енді кіруге дайындалу керек. Ема достар, көп нәрсе видеоға түсірілмей қалады екен. Мен жаңа эфриттарды біршамасын өлтіріп және үйге қайтып не істеп едім,
эндер око края бермесе эндермен есін табатын. Соны тауып соны жасап қайыққа отырып кеткен бәрін видеоға түсірдім. Қарасам түсірілмей қалып тұр, пауза басылып тұр екен. Кешіріңіздер, біршама жер посты өтіп кетті, бірақ уже дракон өлтіретін моментке келдік. Әлі момент емес, бірақ әлі мені крепост табуым керек. Әрине ол міндетті түрде ауылдың астында болады, бірақ мен ауылды табуым керек. Әлі алыс жолдар көп, жайлап барып алу керек. Все, достар, қараңыздар, уже портал жасап біттік. Все, екі болады. Все, міне достар, енді драконды қаратын уақыт келді. Түсеміз, давай, мен новенький вайын. Все, достар, қазір эндер дракон өлтіреміз, осы видеоны аяқтаймыз. Все, кеттік. Алло, қаяқтан шықтым мен? Все, міне драконды ұра береміз, болды. Мен барлық жерін жауып шықтым уже. Так, ұра берейік, тез өлтіру керек мына бәлені, ё-майё. Хоп, ұр. Мә, уже жарсықтан аз қалды, достар. Мен уже, достар, 4-ші рет па, или 3-ші рет па, 5-ші рет па, білмеймін, нешінші рет ойнап аққанымды. Ё-майё, достар, уже 4-ші рет ойнап, 4-ші рет уже 100 күндік челленджді ойнап уже. Драконды өлтіріп аттым, 4-ші рет па. Уже ондайға қызық емес болып бардыр тағы да, бірақ мен түсіре берем әлі тағы да, идеялар өте көп. Так, мұна күлген бірнәрсенің көбейтіп кетті, что-то мына бар ғой. Что-то көбейіп кетті, ол келді. Ұр, ё-майё. Қыпсы нормально, қалды кішкентай қалды. Все, тез өлтіріп тастау керек, достар. Тез өлтіріп тастау керек. Қиын. Так. Мен достарынан осы кетіп қалай береді, ё-майё, соны күтіп жүргім келмейді. Уақыт созып жүреді, үйсіп, кетіп қалып, ана жаққа ұшып, мына жаққа ұшып. Мына жақта күлген бір нәрсені толтырып тастады. Кішкене мына жаққа жүрейінші қазір. Алдына полный толтырсақ, мен оны ұратын жер таба алмай қалып жүрмейін деген ғой. Қазір өлтіре алмай қасқа болып, бейшара болып, алыстан тұрып, өзім өліп қалып жүрмейін деген ғой. Өлмеу керек, короче. Дракон келатыр ма? Мына бір бәлені ата береді, басқа түк істемейді. Әдейі ұшып жүр ма? Мен уақытымды создырып жүр. Ё-майё. Так, кел, давай тез. Ой, бұл келген жоқ па не? Мен келатты өліп қалған соң. Бәле ғой мынау осы алдап тұрған адамды. Әдейі келмей. Так, все болды, өлтірген сияқтымыз достар. Все, болды. Все, қыпсыға күтте қалды, кет қалмаш. Болды, все. Смело, достар, драконды өлтірдік. Мыналар өлтіреді. Уже ұттық, достар, драконды. Жарқ болып кетті. Все, достар, ұттық. Сіздерге дәл осы видео ұнады ойдамын. Енді біршама сағат бойы түсірдім, достар. Мұнаны сіздерге 15 минуттық видео болған шығар. Бірақ мен бұны 4-5 сағат отырып түсірдім. Сол үшін, достар, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіздер. Сол үшін, достар, короче, соған лайықты видеоға. Енше сіздермен болған мен және де 100 күндік челлендж. Давайте, пока.